Балалар, бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз атмосфералық қысым тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың негізгі мақсаты атмосфералық қысымның табиғатын түсіндіру және оны өлшеудің әдістерін ұсыну. Атмосфералық қысым дегеніміз не? Атмосфералық қысым жер бетін және ондағы барлық заттарды қоршаған ауаның өз салмағымен түсіретін қысымы. Бұл қысым жердің тартылыс күшінің әсерінен ауа бағанының салмағынан пайда болады. Атмосфералық қысымның негізгі ерекшеліктеріне не жатады? Өлшем бірлігі, мысалы, атмосфералық қысымның өлшем бірлігі паскаль, немесе бүгінгі өтетін тағы бір өлшем бірлігіміз миллиметр сынап бағаны, немесе гектопаскальмен де өлшенеді. Теңіз деңгейінде 0 градус Цельсий температурада қалыпты атмосфералық қысым 101.325 немесе 760 миллиметр сынап бағанына тең. Неліктен бұл шамаларға тең екендігімен қазір танысатын боламыз. Биіктікке байланысты өзгеруі. Биіктік артқан сайын атмосфералық қысым төмендейді, себебі жоғарылаған сайын ауа қабатының қалыңдығы азаяды. Атмосфералық қысымның бар екендігін қалай білеміз? Атмосфералық қысымның бар екендігін қарапайым бірден бір тәжірибесі мына біз екінші көріп тұрған стаканға су құйып, егерде оның бетін қағазбен кәдімгі қарапайым түзу парақпен жауып стаканды төңкеріп ұстайтын болса, стакандағы су жерге қарай төгілмейді. Яғни бұл атмосфералық қысымның бар екендігінің бірден бір қарапайым мысалы. Немесе бірінші суреттегі көріп тұрмыз, Магдебург жарты шарлар тәжірибесі. Яғни ежелгі ғалымдар Магдебург деген жарты шарлар жасаған екен, яғни екі жарты шарды біріктіріп қойған, ішіндегі ауаны сорып тастаған, енді аттардың күшімен екі жаққа шарды бөлмекші болған, бірақ аттардың күші жетпеген. Бұл атмосфералық қысым екі металл жарты шарды мықтап ұстап тұрды дегеннің дәлелі. Үшіншісі шприц тәжірибесі, яғни шприцтің егер қарапайым күнделікті өмірде медицинада қолданып жүрген қарапайым шприц. Бұл шприцтің аузын жауып тастайтын болсақ, шприцтің поршенін тарту бізге қиын болады, тартылмайды да. Себебі атмосфералық қысым оны итеріп тұр деген тұжырымдама арқылы біз атмосфералық қысымның бар екендігін біле аламыз. Немесе балалар, сендерге алдыңғы сабақта көрсеткен болатынмын, бөтелкеге су құйып, бөтелкенің крышкасы жабық тұрған кезде бөтелкенің жан-жағы тесік болса да, крышка жабық болған кезде су төмен қарай ақпады, ал бөтелкенің аузын ашқан кезде ауа қысымы атмосфералық қысымның әсерінен су төмен қарай басылып, яғни тесіктерден су фонтанша аққанын біз тәжірибемен көрген болатынбыз. Бұның өзі де атмосфералық қысымның бар екендігін дәлелдейтін бірден бір қарапайым мысал болып табылады. Атмосфералық қысымды кімдер зерттеген? Атмосфералық қысымды 17-ші ғасырда Эванжелиста Торричелли зерттеді, Отто фон Герикке зерттеді, Блес Паскаль, Даниэл Бернулли, Люк Кавендиш деген ғалымдарымыз зерттеді. Оның ішінде ең негізгі білімді бізге қалыптастырып қалдырып кеткен ғалым Эванжелиста Торричелли. Эванжелиста Торричелли мынадай тәжірибе жасады. Ол ұзындығы 1 метр, бір жағы бітеу шыны түтікті сынаппен толтырды. Содан кейін түтіктің аузын жауып, оны төңкереді де сынап құйылған ыдысқа батырады. Сынаптың ішінде түтіктің аузын ашады. Сонда сынаптың кішкене ғана бөлігі ыдысқа төгіледі. Ал түтік ішінде биіктігі 76 сантиметр немесе 760 миллиметр сынап бағаны қалады. Эванжелиста Торричелли алғаш рет сынап бағанын атмосфералық қысым ұстап тұрады деп ойлайды. Атмосфералық қысымның ауа райына байланысты өзгеретінін де алғаш байқаған Торричелли болатын. Кейін Торричелли қондырғысы атмосфералық қысымды өлшеу үшін пайдаланыла бастады. Содан бері атмосфералық қысымды сынап бағанның биіктігі бойынша есептейді. Атмосфералық қысымның бірлігі ретінде 1 миллиметр сынап бағаны алынады және ол неше паскальға тең болатындығын біз қазір бірге есептеп көрейік. 1 миллиметр сынап бағанында неше паскаль бар екендігін анықтайық. Ол үшін біз қазір биіктікті жазып алайық. H тең болады 1 миллиметр. Ол дегеніміз 0,1 метрге тең. Сынаптың тығыздығы 13600
килограмм бөлінген метр куб. G-дің мәнін білеміз балалар, біз 10 ньютон бөлу килограмм. 1 миллиметр сынап бағанда қанша паскаль бар екендігін анықтауымыз үшін біз қысымды анықтауымыз керек деп жазып қояйық. Бұл тең болады ρ GH деген формуламызға салатын болсақ, 13600 көбейту G-дің орында 10 көбейтілген биіктіктің орында 0,1-ді қойып есептейтін болсақ, 133,3 паскаль деген сан мәні шығады екен. Бұл бізде балалар 1 миллиметр сынап бағаны 133,3 паскальға тең екендігін білдіреді. Және де 760 миллиметр сынап бағаны қанша паскальға тең екендігін анықтау үшін, тең деп те жазсақ болады, тең екендігін анықтау үшін 760-ты 133,3-ке көбейтсек, 101.308 деген бағанағы естеріңде болса, сабақтың басында көрсеткен қалыпты атмосфералық қысымның сан мәні шықты. Бұл сан мәнді біз 10-ның 5 дәрежесі паскаль деп те ақшамдап, жуықтап жазсақ болады. Мұна соңғы біздің анықтаған қысымымыз, балалар, біздің қалыпты атмосфералық қысымның сан мәні екен. Мұқият, қатесіз көшіріп аламыз. Келесі сұрағымыз, балалар, адам неге атмосфералық қысымды сезбейді? Яғни біз неге атмосфералық қысымды сезбейміз? Егер біздің айналамыздағы бізді жан-жақтан қысып тұрған қысымның сан мәні 101.308 паскаль болатын болса. Яғни 10-ның 5 дәрежесі паскаль біздің айналамызда осындай қысым болса, бізде 1 метр квадратқа шаққан кезде қаншалықты күш түсіретіндігін анықтап қарап, және де біздің алақанымызда қаншалықты масса денені біз ұстап тұрғандай боламыз. Соны қазір анықтап көрейік. Қысымның негізгі формуласы арқылы P тең F бөлінген S формуласынан F-ті түрлендіреміз. P көбейтілген S формуласына салсақ, 10-ның 5 дәрежесін көбейтеміз 1-ге, бұл бізде 10-ның 5 дәрежесі ньютон. Бұл дегеніміз 101.308 ньютонға тең, немесе жоқтап ала береміз 100.000 деп. Енді ауырлық күшінің формуласы F тең mg. Осыдан массаны анықтайтын болсақ, мысал ретінде қарастырып отырмыз болар. 10-ның 5 дәрежесін 10-ға бөлетін болсақ, бізде 10-ның 4 дәрежесі килограмм, немесе 10 тонна деген жауап шықты. Бұл нені білдіреді, балалар? Бұл бізде алақанымызда 10 тонна КамАЗ тұрғандай күш әсер етіп тұр алақанымызға дәл қазір, айналамызға. Тек алақанымызға емес, бізге жан-жақтан осындай қысым әсер етіп тұр. Бірақ біз оны неге сезбейміз деген сұрақ туындайды. Енді балалар, осы сұраққа жауап беріп көрейік. Біріншіден, біз неге атмосфералық қысымды сезбейміз? Біріншіден, ішкі қысым сыртқы қысымға тең. Яғни адам денесінің ішінде де осындай қысым бар. Қан тамырларында, өкпе, жасушаларда. Сыртқы атмосфералық қысым қан қысыммен теңестірілген, сондықтан біз оны сезбейміз. Екіншіден, қысым барлық бағытта бірдей әсер етеді. Егер қысым тек жоғарыдан төмен әсер етсе, біз жаншылып қалар едік. Бірақ қысым денемізге барлық бағытта бірдей күш түсіреді, сондықтан біз оны байқамаймыз. Үшіншіден, баяу өзгерістерге дене бейімделіп қабылдайды. Егер қысым баяу өзгерсе, мысалы төбеге шыққанда денеміз бейімделіп, оны байқамайды. Бірақ қысым тез өзгерсе, яғни ұшақ арқылы көтерілген кезде, немесе сүңгуірлер арқылы суға түскен кезде құлақта бітелу сезімі болады. Төртінші, ауаның серпімділігі. Өкпеміздегі ауа сығылғыш, сондықтан қысым өзгергенде ол кеңейіп немесе жиырылады. Сондықтан біз қысымның әсерін бірден сезінбейді екенбіз. Келесі қарастыратынымыз бізде атмосфералық қысым биіктікке тәуелді ме деген сұрақ. Әрине тәуелді, атмосфералық қысым биіктікке тәуелді екендігін біз өзімізде күнделікті өмірден байқап жүрміз. Тауға жоғары шыққан сайын атмосфералық қысымның төмендеуіне байланысты біздің құлағымыз бітеліп, немесе қысымның күрт өзгергеннен басымыздың ауырғанын, мұрнымыздың қанағанын деген сияқты мысалдармен келтіруге болады. Атмосфералық қысымның биіктікке тәуелділік формуласын біз қазір төмендегідей көрсетіп көрелік. Егер де бізде тауға қатысты, таудың етегінде тұрған адамның
таудың етегіндегі жалпы қысым P1 деп алатын болсақ, белгілі бір биіктікке көтерілген кездегі қысымын P2 деп жазып көрелік. Және де биіктікті біз қалай анықтаймыз егер осындай жағдай берілсе. Бізде кітаптарында балалар осы мәлімет толық жазылған, ашылып жазылған. Таудың етегіндегі қысым белгілі бір биіктікке барған кезде қысымнан міндетті түрде үлкенірек болады. Екеуін айырмасын аламыз да көбейтеміз 10 метрге. Және де әрбір 10 метрге жоғарылаған сайын қысым 112 паскальға кішірейе береді, азая береді дегенді қолданып, біз осы формуламен биіктікті анықтап алсақ болады. Яғни қысым жоғарылаған сайын әрбір 10 метр жоғары шыққан сайын 112 паскальға азая беретін болса, кеми беретін болса, керісінше таудың жоғарғы жағынан төмен қарай түсетін жағдай болатын болса, әрбір 10 метр сайын 112 паскальға артады дегенді есімізде ұстаймыз балалар. Бұл бізде балалар бірінші формула. Биіктіктің енді екінші жағдай. Егерде біз миллиметр сынап бағанымен есептей салу тиімдірек болса бізге. P1 азайту P2 формуласын жазамыз да, көбейтеміз 12 метрге, және де бөліміне 1 миллиметр сынап бағаны деп жазамыз. Яғни есепте паскальмен есептелмейтіндей, яғни барлығы миллиметр сынап бағанымен беріліп тұрған қысымдар болатын болса, әрбір 12 метр сайын 1 миллиметр сынап бағанына өзгеріп отыратын қысым арқылы біз биіктікті осылай анықтасақ болады. Тағы да қайталап айтам балалар. Таудың етек жағынан жоғарғы жағына қарай, төменнен жоғарғы қарай қозғалу болатын болса, онда миллиметр сынап бағанымен есептейтін кезде әрбір 12 метр деп қысым 1 миллиметр сынап бағанына кеміп отырады. Ал кері қарай бағытта, яғни жоғарғы нүктеден төмен нүктеге қарай қозғалыс болатын болса, онда әрбір 12 метр сайын қысым 1 миллиметр сынап бағанына артып отырады дегенді есте ұстаймыз балалар. Жақсы балалар, бүгінгі берілетін маңызды ақпараттар осы. Енді осыған байланысты есептер шығаратын боламыз. Барлықтарың назарларыңа рахмет.